Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет гуляш дайындайтын боламыз. Дәмі тіл үйіреді және де бірінші рет жасап тұрсаңыз да қолыңыздан келетіні сөзсіз. Рецепті удачный деп айтуға болады. Ал кірісейік. Қызып тұрған майда етімізді салып, суы тартылғанша қуырып аламыз. Үстіне татымына қарай тұз және қара бұрыш қосамыз. Рецептерім ұнап жатырса, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы рецептерді біріншілердің қатарынан білетін боласыз. Етіміз қызарып қуырылған соң, бөлек тарелкаға салып, бір шетке алып қоямыз. Сол ет қуырылған майға туралған пиязымыз бен сәбізімізді салып, араластырып қуырып аламыз. Үстіне сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Сары май еріген соң үстіне 3 ас қасық ұнымызды салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Оның үстіне қайтадан жаңағы қуырылған етімізді салып, араластырып аламыз. Өзіңіз қалаған дәмдеуішті қоссаңыз болады. Менде прованские травы. Сиыр еті қайнаған сорпасын құйып, үстіне томат пастасын қосамыз да жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Әбден бұқтырылған соң үстіне картоп пен тәтті бұрышымызды салып, араластырып, тағы да 30-35 минутқа бұқтырып қоямыз. Картопы піскенше. Картопы піскен соң үстіне консервіленген горох немесе мұздатылған горох салып араластырамыз да тағы да 5 минутқа бұқтырамыз. Осымен дайын біздің гуляшымыз. Дәмі тіл үйіреді, балаларыңыз да, жұбайыңыз да оң бағасын берері сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Құндызай. Астарыңыз дәмді болсын.